Бүгін сіздерге фисташковый пирогтың дайындалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, видеоны аса лайк басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Өте дәмді және дастарханыңыздың сәні және де дайындалу жолы да жеңіл. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қазіргі кездегі ең хит пирогтардың бірі. Ең алдымен бізге қамырын дайындайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін 300 грамм ұн, 7 грамм қамыр қопсытқыш және 100 грамм қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан 150 грамм сары майымызды осы құрғақ заттардың үстіне салып, крошка жасайтын боламыз. Яғни біздің қамырымыз біркелкі болу үшін осындай крошка жасауымыз керек. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды қосып, кішкене шым-шым тұзымызды сеуіп, қамыр илейтін боламыз. Барлығын біріккеннен кейін осындай әдемі жұмсақ қамыр шығады. 10-15 минут целлофанға немесе пищевой пленкаға салып, тоңазытқышқа қоятын боламыз. Енді ішіндегі салмасын дайындай береміз. 200 грамм сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырға 150 грамм қаймақ 20%-дық қосамыз. Және қоюлатылған сүт, менде 3 желанияның сгущенкасы, одан да 150 грамм қосатын боламыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Фисташковая паста қосамыз. 2 шай қасық немесе 3 шай қасық. Және блендермен осылардың барлығын біртіндеп еземіз. Егерде творожный сырды таба алмайтын болсаңыздар, немесе болмайтын болса, жаңағы 20%-дық қаймақтан 300 грамм қоссаңыздар болады. 300 немесе 400 грамм. Творожный сырдың орнына қаймақ қосуға болады. Енді біраз араластырғаннан кейін осылай бір қасық ұнымызды салып жіберіп, тағы да біраз араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді пирогымызды жасайтын боламыз. Қамырымызды осылай жайып кішкене противень үстіне формаға саламыз. Сіздерде арнайы пирогқа арналған форма болса, ол да әдемі шығады. Менде осындай тортқа арналған кольцоға салдым. Бұдан шеттері тегіс әдемі болып шығады. Осылай шеттерін көтеріп, тегістеп, әдемілеп аламыз. Одан кейін ішіне салмамызды құятын боламыз. 180 Цельсий градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін жаңағы қамырымыздың сәл қызарғанынан байқауға болады. Енді біз пирогымыз піскенше меренга дайындайтын боламыз. Бұны міндетті емес, меренга сізді жаңағыдай пирог дайындасаңыздар болады. Тек әдемілік үшін осындай меренга дайындаймыз. 2 ақуызымызды 100 грамм қант қосып, әбден осындай ыдысты төңкергенде төгілмейтіндей етіп миксерлеп аламыз. Және 20 грамм кукуруз крахмалын қосып, жақсылап лопаткамен араластырамыз. Дайын болған массамызды арнайы кондитерлік қалташаға салып, пирогымызды әдемілейтін боламыз. Бұл меренге бізде өте тез піседі.
Сондықтан пирогты кішкене 10-15 минут демалтып суытып қойғаннан кейін бірақ бетіне жағатын боламыз. Осындай насадканың көмегімен әдемілеп жағуға болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шыққан және 10-15 минуттай тұрып суыды. Енді меренгімізді әдемілеп осылай жағамыз. Гүл тәріздес етіп жасасаңыздар да болады. Әсемдеу өз қалауларыңызша жүргізіледі. Енді осы пирогымызды 5 минуттай ғана пешке жіберіп, сәл қызартып аламыз бетін. Содан кейін формамыздан шығарып, пирогымызды әбден суытатын боламыз осы бетіне. Пирогымыз суығаннан кейін ғана барып, оны жаңағы ыдысқа салуға болады. Және кескен кезде де кем дегенде 2 сағаттан кейін 3 сағаттай тұрса тіпті жақсы. 2 сағаттан кейін кессе дұрыс болады. Міне астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Дайындап көріңіз.